Жантақ туралы өте көп емдік қасиеттері бар, бірақ адамға зиян тигізетін жағдайлары да кездеседі. Бірақ оны видеоның соңында сіздерге айтатын боламыз. Видеоны сол үшін соңына дейін көріңіздер. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Достар, біздің каналда 80% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Жантақ малға азық, жанға дауа. Жантақ өсімдігі шөл далада жерлерде өседі. Оның алуан түбі бар. Мәселен, Америкада шөлінде 7 түрі, ТМД елдерінде 5 түрі, Қазақстанда 4 түрін кездестіруге болады. Қазақстанда көбіне Каспий, Арал, Ембі, Ертіс, оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Мойынқұм, Илешу, Балқаш, Алакөл аймақтарында өседі. Қазақстанның оңтүстік және орталық аймақтарында қырғыз жантағы және серек жапырақтары жантақ түрлері бар. Ал республикамыздың батыс бөлігінде парсы жантағы көп кездеседі. Бұл өсімдік тек малға ғана азық емес, оның адамның дертінен айнықтыратын емдік қасиеттері де бар. Жантақтық емдік қасиеті. Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттерін халқымыз ерте заманнан-ақ пайдаланып келген. Жантақ шөбінің тамыры да оның сабағы мен мақсаттарында да емдік қасиеттері мол. Жантақ өсімдігінің құрамында С витамині, каротин, эфир майлары, гликозидтер, флавоноид, сапонин заттары, қант, суда еритін органикалық заттар және С витамині, К дәрумендері бар. Жантақ сабақтарын құрғатып, ұнтақ күйінде дәрілік препараттар жасайды. Жемісі мен тамырынан дәрі-дәрмек өндіреді. Жантақтың іш жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Жантақтық емдік қасиеті. Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттерін халқымыз ерте заманнан-ақ пайдаланып келген. Жантақ шөбінің тамыры да оның сабағы мен мақсаттарында да емдік қасиеттері мол. Жантақ өсімдігінің құрамында С витамині, каротин, эфир майлары, гликозидтер, флавоноид, сапонин заттары, қант, суда еритін органикалық заттар және С витамині, К дәрумендері бар. Жантақ сабақтарын құрғатып, ұнтақ күйінде дәрілік препараттар жасайды. Жемісі мен тамырынан дәрі-дәрмек өндіреді. Жантақтың іш жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Жантақ өсімдігінің жапырақтары мен бұтақтарынан жасалған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке, қуыққа тас байланғанда пайдаланады. Жантақтың тамырынан жасалған дәрілер геморрой түйіндерін, дене сыртындағы жарақаттарды емдеу үшін қолданылады. Жантақтың жаңа гүлдеген кезінде гүлін жинап, алуға су қайнатып, асқазан, ішек ауруларына қарсы ішеді. Жантақтың тамырын да суға қайнатып, тізе, буын ауруларына және соғысы нашарлағаны және тамақ ауруларына да ем ретінде пайдаланылады. Мен кәсіби дәрігер емеспін, сондықтан жантағы ғылыми тұрғыдан зерттеп, дәрі-дәрмек дайындап жүрмін десем, әбістік болар. Біз кәдімгі халық еммен емдейміз, әжелеріміз айтқан емді қолданамыз. Жантақтың адам ағзасына пайдасы көп, сондықтан да одан емдік қасиеттері бар тұнба дайындауға болады. Мысалы 20 грамм тамыр ұнтағын 300 грамм қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 30 минут бұқтырып, сүзіп, ас алдында әр жолы өз ас қасықтан күніне 3 рет ішесіз. Бүйректе тас, құм байланса, жүрек қызметін нашарлауын, денеге ісік шықса, ас алдында бір ас қасықтан ішеді, күніне 3 рет. Жантақтан қайнатпа жасайды. Ангина, экземаларды, әйел адамдардың спецификалық ауруларына қарсы, асқазан язвасына қолданылады. Сондай-ақ жантақтың суыққа қарсы, ыстықты түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеттері де бар. Бұған қоса жатыр мойының эрозиясы, ірінді, отит кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек екен. Дегенмен мұндай емдерді пайдаланбас бұрын емдеуші дәрігеріңізден кеңес алғаныңыз дұрыс. Жантақ өсімдігі малдың таптырмас азығы. Жантақ өсімдігі ыстық пен шөл климатта өсетін болғандықтан қолайсыз ауа райының өзінде
өзі тұқымын түзеуге өте бейімді келеді. Жантақ шөл және шөл далаларда өмір сүретін жануарлардың азығы болып саналады. Далалық жердің топырағынан құнарлығы мен эрозияға ұшырау дәрежесі тікелей жантақ өсімдігінің жамылысына тәуелді. Сондықтан да жантақ өсімдігінің табиғаттағы орны ерекше. Ара жәндіктері жантақтың гүлдерінен бал жинайды. Оның дәмі өте ерекше болады. Адам ағзасы үшін әсіресе жантақ гүлінен жиналған балдың маңызы көп. Жоғарыда айтып өткендей, жантақ түйе малының сүйіп жейтін азығы. Қой мен ешке де бұл өсімдікті сүйіп жейді. Үнемі жантақ өсімдігіне көріктенген ұсақ малдарды қосымша емдеудің қажеті жоқ. Олар жемдеген малдар бөтер қонды болып, еті де өте дәмді болады. Сондықтан ауылдық жерлердің тұрғындары мал азығы үшін көбісі жантақ өсімдігін гүлдеп, дән байлаған кезде орып малға қыстық азық үшін жинап алады. Халық медицинасында дәрілік шөптерді қолдану кейінгі кезекте өтек алды. Олардың ішінде халық арасында емдік қасиеті үшін көптеген ауруларға қолданатын жантақ өсімдігінің тек адам өмірінде ғана емес, ауыл шаруашылығында саласын өркендетуге де пайдасы бар. Біз сөз етіп отырған жантақ өсімдігінің, қорыта айтқанда, жантақ өсімдігінің қасиеттері бұл табиғат сыйы. Оны орынды пайдалану ол біздің міндетіміз. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңырау шауды баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Тыңдағаныңызға рахмет. Ешқашанда ауырмаңыз.